Әйгерім қалай? Әйгеріммен 2 күн болды, хабарсызбыз. Неге? Ол хабарда жоқ па сонда? Я, ол хабарсыз. Мен жазамын, хабарласамын, мүлде трубкасын алмайды. Бірақ мен себебі не екенін білетін сияқтымын өзім. Қалай, не деп ойлайсың? Өйткені өткен эфирде ата-ана тақырыбы қозғалған кезде біз сыртта Әйгерім біраз жылаған болатын, ішіндегісін айтып. Эфирде де қатты жылаған. Эфирде де тоқтай алмай қайта шығам деп, негізі үлкен бір жүрегінен бір қатты жүк түсіп, ол өзінің өмірі басқаша басталған сияқты болып көрінді. Ол маған да жалпы осы сезім бағы жобасына да үлкен алғысын білдіріп жатыр. То, что ол осы уақытқа дейін өзінің сол 7-8 минут аралығында бүкіл өмірін айтып бергендей болды. Не үшін бұрын тұрмысқа шықпағанын, осы уақытқа дейін қанша тұрмысқа үйленуге дейін барады, бірақ бір моментте тоқтап қалатын жағдайларында айтып кетті. Мен негіз қатты Әйгерімді түсіндім. Былай деген болатын, бағдарлама келіп, не үшін келдім деп өзіме сұрақ қойып жүрдім дейді. Өйткені оның алдындағы тақырыптарда оған өте қатты қиынға соққан жүрегіне, бұрынғы экс жігіті бойынша. Бірақ былай деп айтты, жалпы мен тойымда өзінің енді армандағы тойында бүкіл ата-анасын да, әкесі жағынан, анасы жағынан барлығы бірге болса екен деген сияқты сол үлкен себеп болған екен. Осы біздің эфирді пайдаланып, ол өзінің әке жағына үндеу жолдағаны өте өзінің бір қатты тиіп кеткен сол.